Қайырлы күн! Бүгін мен сіздермен асқабақтан дайындалатын пайдалы витаминге бай диеталық әрі өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен рукколаны жақсылап жуып, толығымен кептіріп аламыз. Асқабақты қабығынан және дәндерінен тазалап, төрт-бұрышты етіп турап, фольга төселген табанның үстіне қойып шығамыз. Осылай бір қатардан және үстінен шым-шым тұз сеуіп, фольгамен бетін жауып, пешке 180 градуста 20-25 минут асқабақ жұмсарғанша пісіріп аламыз. Содан кейін фетакса немесе фета сырын төрт-бұрышты етіп тураймыз. Ал енді тұздық дайындауға кірісеміз. Ол үшін зәйтүн майына балды қосамыз. Содан лимон шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. Дәні кетіп қалмау керек. Кетсе аласыздар. Жақсылап араластырып, кепкен рукколамызға жартысынан көп мөлшерін құйып, осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Содан бұл рукколаны тарелкемізге салып шығамыз. Менде осындай 3 кішірек тарелке шықты. Содан рукколаның үстіне асқабақты қойып шығамыз. Асқабақты жартылай суытып аламыз. Ортасындағы рукколаны кішкене көтереміз. Салатқа әдемі көлемін өзгертіп, пішінін келтіріп тұрады. Ал енді фета сырын қойып шығамыз. Үстінен қалған тұздығымызды құйып шығамыз. Соңында бетіне грек жаңғағын, кедір жаңғағын немесе мен секілді күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Салатымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рахмет!